Тілсіз жау. Балқашта Волна азық-түлік дүкенінен өрт шықты. Баспана бақыты. Елорда күні қарсаңында 45 балқаштыққа пәтер кілттері табысталды. Балқашта Волна азық-түлік дүкенінен өрт шықты. Тілсіз жау бүгін таңертең болған. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер 100 шаршы метр азық-түлік сататын бөлімдегі ағаш сөрелердің тоңазытқыштардың жанып жатқанын анықтаған. Одан бөлек 600 шаршы метр аумаққа өрттің залалы тиген. Бүгінде қызыл жалынның тұтану себебі анықталуда. Пожар локализован. Қызыл жалын сағат 8:46-да толығымен сөндірілді. Өртті ауыздықтауға өрт сөндіру бөлімінің 14 қызметкері мен 3 автоцистерна жұмылдырылды. Оқиғадан қаза тапқандар мен зардап шеккендер тіркелмеді. Елорда күні қарсаңында 45 балқаштық баспана бақытына бөленді. Оның шағын аудандағы Нұрлы жер бағдарламасы аясында жаңадан бой көтерген номер 16 үй тұрғындар игілігіне берілді. Жаңа қоныстанушылар қатарында көп балалы және толық емес отбасылар, бюджет саласының қызметкерлері, ерекше қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар бар. Салтанатты шараға қала әкімі мен мәслихат хатшысы қатысып, пәтер кілттерін өз қолдарымен табыстады. Арнагүл Тәңірберлі қызы Амиржанова. Насибаева Ботагөз Аманбек қызы. Мереке қарсаңында баспана бақытына кенелгендердің бірі Мақпал Қали. Ұстаздық қызмет ететін тұрғын 3 баланың анасы. Ол отбасымен баспаналы болуды 10 жыл бойы армандаған. Бюджеттік қызметкемін. Үйдің кезегінде 10 жыл тұрдым. Бүгін отбасы банк ақылы, Балқаш қаласының әкімі ақылы 3 бөлмелі пәтерге қол жеткіздім. Қуанышымда шек жоқ. Алла рахмет айтсын, Алла разы болсын. Өте қуаныштымын. Сіздерге де сондай үй жақсы болсын. 9 шілде Құрбан айт мерекесінің бірінші күні. Діни мереке биыл шілденің 9-нан 11-не дейін созылмақ. 3 күн бойы өтетін мейрам хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зулхижа айының 10-шы жұлдызында және ораза айттан соң 70 күннен кейін басталады. Бұл күні мұсылман баласы ерте тұрып, хош иістеніп, таза киім киіп мешітке айт намазына барады. Ағайын туысқа сыйлық таратып, бір-бірінің үйіне арнайы дайындалған дастархан басына жиналып, айттап барады. Шариғаттан хабары бар адамдар 8 күні таң намазының парызынан бастап айттың 4-ші күні, яғни 12-сіне дейін әрбір парыз намаздан кейін Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, валиллахил хамду деген тәкбір тәшриқ айту әрбір мұсылманға және әйелге міндет болып есептелінеді шариғатымызда. Балқаш қаласының халқын осындай ұлық мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Аллах Тағала шалған құрбандықтарын, шалатын құрбандықтарын Алла қабыл қылсын. Сол құрбандықтармен бірге қандай дұға тілейтін болса, сол дұға тілектеріне Алланың қалауымен, ризық несібесімен жетуін Алла нәсіп етсін деп тілейміз. Құрбандыққа шалынар малға тоқтасақ, 4 түліктің еркегі мен ұрғашысы да жарай береді. Сонымен қатар малдың дені сау, барлық мүшелері түгел болуы міндетті. Құрбандыққа шалған малдың етін әдетте бір бөлігін өзінің отбасына, бір бөлігін көрші қолаң немесе ағайынға, және бір бөлігін мұқтаж жандарға таратып береді. Балқаштық өрендер жасөспірімдер арасында жеңіл атлетикадан өткен Қазақстан Республикасы чемпионатынан жүлделі орындарға ие болды. Бапкерлік қызметтегі жалпы еңбек өтілі 50 жылдан асатын Юрий Лебедевтің шәкірттерінің бірі жүгіруден 1-ші орын иеленсе, екіншісі ядро лақтырудан 3-ші орында қанжығасына байлады. Республикалық турнир Алматы қаласында өткен. Ядро лақтырудан Исмаил Алиев 12 қатысушының ішінен 3-ші сатыға табан тіреп, қола жүлдегер атанып отыр. 17 жастағы жігіт ендігі сайыстарда алтын алу үшін барымды саламын деп ойын жеткізді. Мен 2003-2004 жылы туған жасөспірімдер арасында ядро лақтырудан 3-ші орынды иелендім. 6 келі ядроны 13 метр 36 сантиметрге лақтырдым. Ендігіде осы қанағаттандырарлық орынды жүлделі 1-ші орынға ауыстыруға барымды салып жаттығатын боламын. Балқаштық балғындар Египетте өткен халықаралық ментальды арифметика олимпиадасынан жеңіспен оралды. Бұл интеллектуалды сайыстың ұйымдастырушылары әлемдік ментальды арифметика мектептерінің ассоциациясы болып табылады. Авакус, яғни арнайы қолданылатын есептеуіш құралдың көмегімен есепті шемішкеше жаққан оқушылар қала намысын шетелде қорғап келді. Келесі ағыр кесен тапсырма 2 таңбалы сандарды, бірдей цифрларды менталды қосу және азайту. Кәне бірге көрейік, саусағын ұстаймыз. Так, сол қол, оң қол.
Жақсы, кеттік ал. 11 қосу 22 қосу 11 қосу 55. Жауап 99. Жақсы, жарайсың. Мен Төлеген Ақерке Серікқыз. Мен Египетке қатысушар Мәлші қаласына. Ол жерде мен екінші орын кубокпен диплом алдым. Бірінші сынып біттім, екінші сыныпқа көштім. Русаков атындағы мектеп-интернатының тәрбиеленушілері Көкшетауда өткен жас құтқарушы республикалық слетінде 5-ші орын алды. Әлібек Күміспеков бастаған команда бүгін қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Так, уважаемые приглашенные, хотел вас поблагодарить за вас за активное участие. В этом году вы сделали большую работу, приняли как на областных соревнованиях, заняли первое место, также в состав сборной Карагандинской области вошли, показали неплохие результаты. Қарағанды облысынан атынан құрама команда жасадық. Балқаш қаласы және Теміртау қаласы осы сол облыстық жарыстан орын алған командалардың ішінен іріктеу жасалып, соның үшін іріктеуден Балқаш пен Теміртаудың қаласының оқушылары іріктеліп, үшінші рет өтіп жатқан Көкшетау қаласындағы жас құтқарушылар слетіне қатыстық. Ол жерде 17 құрама команда қатысты. Әр жарысымыз 4 күнге созылды. Әр күн сайын 3 этаптан болып тұрды. Біріншісі таныстыру, халқан жарнамасы деген сияқты, және де алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Бірінші күндік жарыста осы 3 номинация болды. Екінші күні өрт сөндіру эстафетасы болды. Және де боевой развертывание деген осы 2 эстафета болды. Өрт сөндіру эстафетасынан біз 3-ші орын алдық. Қалған 4 күндері переправадан өту, одан кейін қайықпен жүзу, тағы да көп 8 жалпы этап болды. Сол 8 этаптың 3 номинациясынан біз орын алып, жалпы облыс арасындағы 5-ші орынға тұрақталдық. Республикалық слетте 1-ші орында Астанадан келген команда еленсе, 2-ші орынға ақтөбеліктер тұрақтаған. Көшбасшылар үштігін Ақмола облысынан келген қатысушылар толықтырды. Айта кету керек, жас құтқарушы слеті осымен 3-ші жыл өткізіліп келеді.